Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз отбасы НПФ платформасы арқылы ұлттық қорға түскен ақшаны қалай Жилстройбанк, яғни отбасы банкінің шотына аударуға болады, сол туралы сіздермен бөлісетін боламын. Олай болса кеттік. Егер канал ұнайтын болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер, басқа адамдарға тарата жүріңіздер. Ең бірінші біз Яндекс браузермен кіре отырып, отбасы НПФ платформа деп жазатын боламыз. Сол кезде бізге сол платформаның сілтемесі шығатын болады. Біз сол сілтемеге кіре отырып, арғай кіру батырмасын басамыз, яғни сол жақтағы, оң жақтағы кіру батырмасын басатын боламыз. Сол кезде біз өзіміздің ЭЦБ қолтаңбамызбен кіретін боламыз. Кіргеннен кейін арғай орындалатын процестерді көрсететін боламын. Біз яғни осы платформаға ЭЦБ-мен кіріп алдық. Келесі қадам, яғни сіздер көрсетілген хабарламаларға қол қоятын боламыз, міндеттемелерге қол қоятын боламыз. Біз бұны бірінші қол қоймай тұрып, бірінші қол қоямыз, одан кейін шарттарға қол қоямыз, өтінішке. Содан кейін барып мақсатты таңдайтын боламыз. Яғни біздің мақсатымыз Жилстройбанк, яғни отбасы банкіндегі ақшаны ары қарай толтыру мақсаты болады. Біз соны таңдайтын боламыз. Яғни бұл қарап отырсаңыздар, одан әрі жинақтау бойынша салымды толтыру дегенді батырманы басып отырмыз. Келесі, біз бұл бала 2 жыл ала алмаған, 2 жылғы төлемін алып жатыр. Сол $220 жазатын боламыз. Содан кейін барып келесі қадамды орындайтын боламыз. Ол үшін төмендегі өтінімді қалдыру батырмасын басамыз. Содан кейін көк, яғни жасалған бірінші нысанды жинақтау, төлеуге өтінішті басып қол қоятын боламыз. Одан кейін барып өтінімді жіберу батырмасын басатын боламыз. Сонымен ол НПФ-ға кететін болады. НПФ 5 жұмыс күні, яғни НПФ 5 минут па 10 минут қаралады. Одан кейін барып ол, яғни сіздің шотыңыз бар ма жоқ па, ол аударуға бола ма болмай ма деген сияқты олардың біраз базадан тексеретін болады. Содан кейін барып арғай аударуға өтінішті 5 жұмыс күніне дейін қаралатын болады. Жалғасын салатын боламын. Қалай Жилстройбанкке, яғни отбасы банкке аударуға болады, сонымен қатар қалай конвертация жасауға болады, сол туралы сіздермен бөлісетін боламын. Олай болса, аман сау болыңыздар.